Адам өмірге келгенде тағдыр тақтасы жазылып қояды деп жатады ғой. Менің маңдайыма ата-анадан ерте айырылып, жетімдер үйінде өсу жазылған екен. Анам электр тоғынан жалғанатын шәйнекті қосып жатып, ток соғыпты. Әкем анамды құтқарамын деп тартқанда бірге көз жұмған екен. Әжем кәрі болғандықтан мені жетімдер үйіне алып кеткен екен. Мен әке-шешемді білмейтін де өте кішкентай болыппын. Ол туралы айтып беретін әжем де өмірден өтіп кеткен. Жүрегімде ата-анаға деген сағыныш мәңгі сақталған. Жұрт жетімдер үйінде өскен балалар қатыгез болады деп жатады ғой. Біздің жүрегіміз қайтып қатайып кеткен сияқты. Адамгершілігіміз жоғары болады, бірақ біз жақсылықты ұмытпаймыз және адамдардың қадірін білеміз. Әлсіздерді қорғаштап жүреміз. Мен ол кезде 5 жаста бала едім. Түскі уақыттан кейін жетімдер үйінің меңгерушісі бір кішкентай қызды қолынан жетелеп ертіп келді. Балалар, мұнда қараңдар, мына қыздың аты Сәния. Бүгіннен бастап бізбен тұратын болады, деді. Сәния бойы кішкентай ғана, қой көзді, бұйра қоңыр шаштары, бетіне түсіп тұратын сүйкімді қыз болатын. Жасы небәрі 3-те. Ата-анасы жол апатынан көз жұмған екен. Басқа ешкімі жоқ болғандықтан осында әкелген екен. Ол мөлдіреген көздерімен жан-жаққа үрке қарайды. Менің оған жаным ашып кетті. Сәнияның кішкентай ғана қолдарынан жетелеп ойын алаңына алып келдім. Қыздың қуанышында шек жоқ. Бірақ оның соншалықты кішкентай екеніне қарамастан көзіндегі мұңы терең болатын. Сол күннен бастап мен Сәнияны қасымнан шығармайтын болдым. Оны қарындасым секілді қорғаштап жүретін едім. Сол қамқорлығым ер жеткен соң үлкен махаббат сезіміне ұласты. Кәмелеттік жасқа толған соң ол жерден кетіп оқуға түстік. Сәния менен 2 жыл кеш аяқтады. Мен де Сәния да медициналық институтқа оқуға түстік. Грантта оқығандықтан шәкіртақы алатынбыз. Жатақханада тұрдық. 7 жылдан кейін мен диплом алып, жұмысқа орналастым. Сәния екеуміз сол жылдарда да ажырамас жұп болдық. Бірақ мен қыздың қалауымен үйленуге асықтырмадым. Сәнияның арманы мықты нейрохирург болу еді. Өмір мен өлімнің арасында жатқан науқастардың жанын аман алып қалу үшін бар жанын салатынын жиі айтатын. Ал ертерек үйленетін болсақ, балалы болып жатсақ, оқуы аяқсыз қалады ма деп қорқатын. Мен жұмыспен, Сәния оқумен алысып жүргенде 2 жыл өте шықты. 5-6 досымызды жинап, екеуміз неке қидырып, заңды неке куәлігін алдық. Сәния да көп ұзамай-ақ жұмысқа орналасты. Оның өз ісінің нағыз маманы екенін көрген аурухана меңгерушісі өзі шақырып алған. Үйленгеннен кейін 1,5 жыл өткенде үлкен ұлымыз дүниеге келді. Ұлымыз 2 жастан асқанда Сәния екеуміз Мәскеу қаласына білімімізді жетілдіруге кеттік. Оқу аяқталған соң сол жақта қалып жұмыс істедік. Мәскеуде 2-ші ұлымыз дүниеге келді. Ол жасқа толғанда елге қайтуға шешім қабылдадық. Қазақстанға келген соң біз мықты деген нейрохирург мамандар ретінде таныла бастадық. Осы жақта 3-ші баламыз, яғни қызымыз туылды. Араға 5 жыл салып, кенже ұлымыз өмірге келді. Сәниям жан-жарым жұмыстан қатар алып жүріп, маған 4 перзент сыйлады. Екеуміз отасқан жылдарда бетіме келіп сөйлеген емес. Қашанда сіздеп сызылып тұратын байсалды жан, Алланың осындай салихалы жар бергеніне шүкіршілік ететін едім. Тәжірибемізді шынықтыру мақсатында Өзбекстанға да барып жұмыс жасадық. Ол жақта да 2 жыл болып, отанымызға оралдық. Сәния екеуміздің бірігіп жұмыс жасағанымыздың арқасында қаланың орталығынан 4 бөлмелі пәтер алдық. Шетелдік көлік міндім. Балаларымызға сапалы білім беретін оқу орындарын таңдадық. Қанша биікке көтеріліп жатсақ та, жарым екеуміз қайдан шыққанымызды ұмытпай, жетімдер үйіне барып тұратынбыз. Ұл-қыздарымыздың қазақ тілінде таза сөйлеуін қадағалап, соны талап ететінбіз. Сәния екеуміз белгілі нейрохирург болған соң жеке консультация сұрайтындар да көп болатын. Жеке клиника ашу туралы мүлдем ойламаған екенбіз. Бір күні телефоныма қоңырау келді. Түсінуімше ұлты өзбек бауырымыз әкесіне ота жасатпақ екен. Мида ісік пайда болған. Ал әкесі 80-ге келіп қалған кісі болғандықтан басқа дәрігерлер үзілді кесілді бас тартып отыр екен. Мен де оған әкесінің ота үстінде оянбай қалуы мүмкін екенін ескерттім.
Ол келісті. Сонда да заңды түрде қолхат дайындап, қол қойдырып алдым. Ота 9 сағатқа созылды. Құдайдың құдіретімен атамыздың отасы сәтті шықты. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Не сұрасаңыз да берейін, бар жағдайыңызды жасайын, деп жатыр ұлы. Қымбат көлігінен ақ оның бейбатты, бауқатты тұратынын аңғару қиын емес. Көрер жарығы бар болған ғой. Ештеңе керек емес дедік Сәния екеуміз. Осы секілді көптеген адамдардың алғысына бөленіп өмір өтіп жатты. Бірде Астанадан Сәнияға президенттен шақырту келді. 4 баламызды алып, бізді де шақырыпты. Ол кезде біз Шымкент қаласында тұратын едік. Президенттің шақыртуы келді дегеннен соң балалар да риза еді. Мен сол күні шұғыл ота жасайтын болғандықтан бара алмадым. Жарым мен балаларыма такси тауып беріп, қоштасып қала бердім. Оларды жақсы көретімді, сағына күтетінімді айттым. Ерке қызымды иіскеп сүйдім. Жарым Сәнияға оның өте сұлу екенін, бөтен көзден қызғанатынымды айттым. Ол әдеттегі байсалды қалпында жымиып, жылы қоштасты. Олар кеткен соң мен ота жасау бөлмесіне кіріп кеттім. Басқа, әсіресе миға ота жасау оңай емес. Сондықтан бірнеше сағат уақыт алады. Ол кезде ұялы телефон аз пайдаланатынбыз. Отадан шықсам, жарымның телефонынан бірнеше рет қоңырау келіпті. Астанаға жеткендерін айтайын деген болар деп қайта қоңырау соқтым. Бірақ телефонды менің Сәниям емес, бөтен ер адам алды. Амансыз ба? Аманбыз. Менің әйелім қайда? Оның телефонына неге сіз жауап беріп жатырсыз? Деп ашуланып жатып, оның өзін кім деп таныстырғанын да тыңдап жатпадым. Сіздің жұбайыңызбен балаларыңыз мінген көлік жол апатына ұшырады. Ертерек осында жетуіңізді сұраймыз дегенде тұрған орнымда сылқ етіп отыра кеттім. Сәния қалай? Балалар қалай? Деп сұрадым жылап отырып. Оларды ауруханаға алып кетті деп жауап берді ол. Жеке көлігіммен құстай ұшып айтылған аймаққа бардым. Көліктің сау тамдығы қалмаған. Балаларымның киімдері мен заттары шашылып жатыр. Жүрегім өрекпіп аузымнан шығардай болып барады. Балаларым мен әйелім қайда? Дедім қалшылдап. Қазір сізді оларға алып барамыз. Сабыр сақтаңыз, деді бірі. Менің көлігімді жол полициясы айдап келеді. Мен 4 балам мен әйелімнің амандығын тілеп келемін. Бірақ бәрі мен күткендей болмады. Олар мені ауруханаға емес, мәйітханаға алып барды. Менің қымбаттыларым жол апатынан тардай шашылып қалған екен. Сол мезеттақ жан тапсырыпты. Кішкентай ғана балапандарым мен Сәниям жансыз, қан жоса күйде жатыр. Мен сол жерде есіммен танып қалыппын. Ары қарай не дүние төңкеріліп бара жатқандай болды. Дәрігерлердің көмегімен есімді жиып үйіме келдім. Таныстар мен ұжымдастардың демеуімен 4 балам мен жарымды жер қойнына тапсырдым. Қара жер қашан тойған еді. Мына опасы жалғанда мені жалғыз қалдырып, бар асылымды алып қойды. Осыдан кейін мен ел қатарлы өмір сүруден қалдым. Менің де өлгім келді. Жұмысым алданыш бола алмады. Бүкіл отбасымнан бір күнде айырылып қалғанымды, енді оларды ешқашан көре алмайтынымды ойласам, жынданып кете жаздаймын. Шындықты қабылдағым келмеді. Сөйтіп жүргенде қан қысымым көтеріліп, миыма қан кетіп қалған екен. Жан сақтау бөлімінен бірақ шығыппын. Содан кейін комаға кетіп қалған екенмін. Дәрігерлердің айтуынша мен комада 1 айдан аса жатыппын. Өмір сүргім келмегендіктен болар, есімді жиюым қиын болыпты. Әуелі адладан, одан кейін білікті мамандардың арқасында ешкидім. Бірақ сол жақ қолым мен аяғым салбырап, сал болып қала берді. Ауруханадан шыққан соң төсек тартып жаттым. Үкімет беретін азын-аулақ ақшаға күтуші жалдадым. Осыған дейін Сәния екеуміз жинаған ақшаға өмір сүре бастадым. 8 жыл бойы үлкендерге арналған жаялық киіп жаттым. Кеудеден жан шықпаған соң адам бәріне көнеді екен ғой. Бетім бері қарай бастағанда үйімді сатып, жақсы нейрохирургке ота жасаттым. Ота Алланың қалауымен, содан кейін барып, өзінің арқасында жаймен жүре бастадым. Үйімді сатып жіберген соң баспана мәселесі қиын болды. Пәтер жалдауға тура келді. Сонда мен әкесіне ота жасаған өзбек жігіті мені іздеп келіп өз үйіне алып кетті. Әкесінің өмірін аман алып қалғаным үшін өмір бойы тегін тұруға рұқсат етті.
Мен қарсы болдым. Аяғыма тұрып жүре бастаған соң жұмысқа шығып жұмыс қарастырдым. Мені бұрыннан танитын кісілер таныстарын алып келіп консультация алатын болды. Өз көліктерімен келіп жақын қалаларға да алып кететін. Солай тағы да қаражат жинап көлік алдым. Адал еңбекпен нан табуды жалғастыра бердім. Жұмысыма оралуға денсаулығым әлі де жарамай тұр. Өйткені миға жасалатын ота тым ұзақ болады. Оған менің аяғым жарамайды. Артымда ұрпақ қалса, өмірден өткенде Құран бағыштайтын адам болса деген ниетпен келіншектермен танысып, көңіл жарастырып көрдім. Бірақ бір реті келмеді. Көбіне өтірік айтатындар жолғады. Ал мен өтірік айтатындарды жек көрем. Бәрінің аңдығаны, көксегені тек ақша. Мен оларға ақшаны керек болса көмек ретінде берер едім. Тек менің сезіміммен ойнап, жанымды ауыртқандарын қаламаймын. Бір мейірбике келіншекпен жақсы араласып, көңіл қостым. Қаржылай көмектесіп те тұратынмын. Бірде ол аяғы ауыр екенін айтып, ақша сұрады. Мен қуанып, оған сенімді болу үшін УЗИге алып бардым. Өкінішке қарай, ол да мен алдаған екен. Себебі сұрасам ақшадан қысылғанын айтады. Содан кейін әйел затына сенбеймін. Мен өлгенде артымнан іздейтін адамның жоғына ішім қанжылайды. Сол күні мен неге олармен бармадым деп өкінемін. Тағдырдың ісіне шара жоқ екенін түсінсем де, жүрегімді сендіру әлі қиын. Қымбатты дос жарандар, жарыңыз бен балаларыңыздың, жақындарыңыздың қадірін біліңіздер. Олармен өткен әр сәтті бағалаңыздар. Себебі өмір қамшының сабындай ғана қысқа. Әңгіменің соңы.